Қайырлы кеш, құрметті тыңдаушылар. Сіздермен қайта қауышқаныма өте қуаныштымын. Сіздермен өзімді қайта таныстырып өтейін. Менің аты жөнім Окумова Жанара. Мен Астана қаласының Асыл Мирас аутизм орталығының оқыту дағдыларын дамыту бағдарламасының клиникалық педагогы болып табыламын. Мен анық көрініп, жақсы естіліп тұрмын ба, құрметті тыңдаушылар? Чатқа қосу таңбасын жазсаңыздар болады. Тамаша. Тыңдаушыларымыз қосылып жатыр. Егер экрандағы менің бейнем сіздерге кедергі келтірген болса, курсивті кез келген жаққа жылжытсаңыздар болады. Сонымен қатар айта кетейін, егер дыбыс бәсең болатын болса, компьютердегі сілтемемен жүріп, дыбысын ұлғайтуға болатындығын айта кеткім келеді сіздерге. Бізде қатысушылар қосылып жатыр әлі де. Қосылып жатқан қатысушыларға алғыс білдіремін. Қатысушыларымыз қосылсын. Сіздермен бүгінгі вебинарымызды бастаймыз. Құрметті тыңдаушылар, арасында сұрақтарыңыз болып жатса, чатқа жіберсеңіздер болады. Мен міндетті түрде жауап беремін. Егер де чатқа сұрақ, жауап беруге техникалық қолайсыздықтарға байланысты жібере алмасаңыздар, экранда көрсетілген менің электронды поштама жіберсеңіздер болады. Электронды поштамды өздеріңізге сақтап алыңыздар. Мен сіздерге міндетті түрде поштаға келіп түскен сұрақтарға жауап беретін боламын. Бізде әлі де қатысушылар қосылуда. Құрметті тыңдаушылар, олай болса қатысушыларымыз қосылып жатыр. Қосылғандарға алғыс білдіремін. Көп рахмет. Олай болса біз сіздермен бүгінгі вебинарымыздың бастайық. Аутистік спектрінің бұзылысы бар баланы оқытудың әдіс тәсілдері, яғни қатесіз оқыту бүгінгі тақырыбымыздың екінші бөлімін бастаймыз. Бүгінгі тақырыбымыз біздің қатесіз оқыту деп аталады. Жоспармен таныс болыңыздар бүгінгі вебинарымыздың. Бұл жерде екі сұрақты қамтитын боламыз. Яғни бүгінгі жоспарымыздың бірінші сұрағы бойынша қатесіз оқыту дегеніміз не? Қатесіз оқытудың мақсаты неде? Қашан және қалай қолдану тәсілі туралы сөйлесетін боламыз. Және біздің жоспарымыздың екінші сұрағы көмек беру. Көмек дегеніміз не? Көмектің түрлеріне сіздермен толық тоқталатын боламыз. Өмірімізде жіберген кез келген қателік қандай тәжірибеге қол жеткізгенімізге қарамастан болашақ өмірімізге әсер етеді. Жіберген қателіктерге ұқсас жағдайларда мінез құлқымызға талдау жасаймыз. Қателеспеуге тырысамыз сіздермен. Кейде қателіктерді жіберген сайын өзімізге сенбейміз және оқытуды жалғастырғымыз келмейді. Мысалы, егер белгілі бір тапсырманы орындауда қателескен болсақ, келесі жолы осыған ұқсас тапсырмада біз бұрын соңды қолданылған әдіс тиімді болмағанын білеміз де басқа шешім қабылдаймыз. Әрбір адамның өмірінде орын алуға мүмкін жағдайларды қарастырайық. Яғни сіз жаңа үйге немесе жаңа пәтерге барғаныңызды елестетіп көріңіз. Сізге жуынатын бөлмені табу қажет. Қалай табасыз? Әрине, сіз есікке назар аударасыз. Бұл есіктің дәл сол екенін қайдан білесіз? Дұрыс ойлап отырған шығарсыздар. Сізге бұл жуынатын бөлме екенін білуге мүмкіндік беретін жазуды немесе суреті көрсетілген есікті таптыңыз. Яғни есіктің бетінде белгілі бір сурет көрдіңіз. Яғни енді сіз қолыңызды жуу қажет болған жағдайда жуынатын бөлме екенін түсіндіретін
есікті табу дағдысы сізде бар, қалыптасты. Сізде қатесіз табу дағдысы қалыптасты деп айта аламыз. Тағы бір мысал. Сіз басқа елдесіз. Және біреу сізбен сіз түсінбейтін тілде сөйлесе бастайды сізбен. Бұл жағдайда сіз не істейсіз? Сіз жауап берудің жолдарын жылдам іздеуге кірісесіз. Сіз аудармашы немесе сөздікті пайдалана аласыз бұл жағдайда. Ол да бір көмектің түрі және қатесіз оқытуға жатады. Біз ересек адамдармыз. Күнделікті көмекті пайдаланамыз. Мысалға, жолды бағыттайтын GPS нұсқауларын пайдаланамыз. Дүкеннен сатып алатын заттардың тізіміне қараймыз. Бірақ осыларды пайдаланамыз, бірақ көбінесе мән бере бермейміз. Осы көмектер біздің өмірімізді жеңілдетуге көмектеседі әлдеқайда. Сонымен, қатесіз оқыту дегеніміз не деген сұраққа жауап берейік. Қатесіз оқыту бұл баланың тапсырманы дұрыс орындау дағдысын қалыптастыратын оқыту. Мысалы, бірдей суреттерді табу, берілген үлгіге қарап құрастырғышты жинау деген сияқты. Егер бала тапсырманы орындау кезінде қателіктер жіберсе, ол жаңа білімге деген қызығушылығын жоғалтады осы кезде. Сондықтан оқытуды қателеспейтіндей етіп ойластыру керек алдын ала. Балаға қатесіз оқытуды қолданып, жаңа дағдыларды үйрету кезінде біз балаларға қате жібермес үшін көмек береміз. Мысалы, егер бала дұрыс суретті таңдай алмаса, және біз ол туралы білетін болсақ, балаға бірден дұрыс суретті нұсқап көмек береміз. Көмек дегеніміз не? Көмек дұрыс жауап беруге үлес қосу үшін қоршаған ортаға қосылатын іс-әрекет. Күн сайын адамдар әр түрлі жағдайларды кездестіреді. Оларда көмекке жүгінеді. Біз үшін оятқыш сағат, мысалға будильник, тұру керектігін, немесе бағдаршамдағы жасыл жарық жүруге қауіпсіз екенін көрсететін сигналдар. Сол секілді балаға да жаңа дағдыларды меңгергенде, оған да көмек керек жаңа дағдыларды меңгеруде. Бұл олардың түсінігін жеңілдетеді, балаға жаңа дағдыларды үйрену үшін жылдамырақ және оңай болады. Сондықтан қателіктерге жол бермеу үшін әрбір бала кез келген тапсырманы көмек сұраған кезде шеше алатынын білу қажет бала. Ересек адам уақытылы, дұрыс көмек көрсетуге дайын болу керек бұл жағдайда. Ол үшін қатесіз оқыту техникасын қолданамыз. Осылайша қатесіз оқытуды анықтай отырып, негізгі екі мақсаттың бар екенін түсінетін боламыз. Бұл балаға жаңа дағдыларды үйретуде көмек көрсету, сондай-ақ қатесіз оқыту арқылы балада тапсырманы орындауда теріс эмоцияларын төмендете аламыз. Әдетте бала бірдеңе істеуде сәттілікке жетпегенде ол жылап, көрнекіліктерді лақтыра бастайды, немесе басқа жағымсыз мінез-құлықты көрсете бастайды. Мұндай жағдайда ересек адам алдымен жағымсыз мінез-құлықпен жұмыс жасап, содан кейін қатесіз оқыту арқылы мінез-құлықпен жұмыс істеп, тапсырманы орындаған кезде көрсетілген теріс эмоцияларды төмендете алады. Қатесіз оқытуды қай уақытта қолдану керек? Балаға дағдылар мен білімді меңгертуде, яғни балаға тапсырма жаңа, ол бұл затты білмейді, немесе сіздің нұсқауыңызды түсінбеген кезде қолдана аламыз.
Құрметті тыңдаушылар, қатесіз оқытуға кіріспес бұрын сіздермен DTT әдісі арқылы оқытудың 3 негізгі компонентін тағы да еске түсірейік. Яғни олар нұсқау, жауап баланың және салдары бекіту. Және жоғарыда айтып кеткен көмек беру. Біз оны қай кезде қолданамыз? Құрметті қатысушылар, біз қандай сәтте көмек беруді қолдана аламыз? Баланың жауабының алдында ма, әлде жауабынан кейін бе? Жауаптарыңызды чатқа жолдасаңыздар болады. Көмек беруді қай уақытта қолдана аламыз? Баланың жауабының алдында ма, әлде жауабынан кейін бе? Жақсы. Дұрыс ойланған шығарсыздар. Дұрыс айтасыздар. Жаңадан үйрену кезінде баланың жауабын күтпей тұрып, бірден көмек берілгені дұрыс. Яғни мысалмен түсіндіріп өтейін сіздерге түсінікті болу үшін. Сіз балаға жаңа сөз, яғни жемістің бір түрі алманы үйрете бастайсыз. Сіздің нұсқауыңыз бұл жерде алманы бер. Бала жауапты білмегендіктен оған бірден көмек беріп, дұрыс жауап беруге көмектесесіз. Соңынан сіз баланы мадақтайсыз және оған ынталандыру сыйлығын бересіз. Тағы бір мысал келтіре кетейін. Сіздермен қарастырайық. Сіз баланы тістерін тазалауға үйретесіз. Ең алдымен нұсқау береміз. Яғни тісіңді тазала. Егер бала бұл тапсырманы қалай орындауға болатындығын білмесе, біз яғни модельдеу көмегін қолданамыз. Еліктеу деп айтсам болады. Тісті қалай тазартуға болатындығын біз көрсетеміз. Ол тістерін тазалағаннан кейін біз оны мадақтаймыз. Өте жақсы, сенің тістерің таза болды. Уақыттылы қолдаудың арқасында баланың болашақта осы дағдыларды игеруге деген қызығушылығын осы жерде біз ересектер арттырамыз. Қорыта келгенде, қатесіз оқыту балаға кез келген тапсырманы дұрыс орындауға мүмкіндік беретін оқыту тәсілінің бірі. Бұл техниканы пайдалану бала сабаққа немесе басқа әрекеттерге деген қызығушылығын жоғалтпауы, сондай-ақ жаңа дағдыларды дамыту үшін өте маңызды. Құрметті қатысушылар, тыңдаушылар, біз жоспарымыздың бірінші сұрағын сіздермен аяқтадық. Сіздерде қандай да бір сұрақ болса, чатқа жолдаңыздар. Жоспарымыздың бірінші сұрағы бойынша сұрақтарыңыз болса, мен сіздерге жауап беруге әзірмін. Яғни, қатесіз оқыту жайында сұрақтарыңыз болса, түсінбеген жерлер болса, сұрақтарыңызды жолдасаңыздар болады. Егерде сұрақтарыңыз кейін туындап жатса, менің электронды поштама жіберулеріңізге болады. Мен сіздерге міндетті түрде жауап беремін. Келіп түскен сұрақтарға жауап беремін. Жақсы, рахмет. Олай болса, құрметті тыңдаушылар, вебинарымызды әрі қарай жалғастыра берейік, уақыттың шектеулігіне байланысты. Сонымен сіздермен баланы оқытқанда көмек қолданатынымызды түсіндік. Көмек қолдану керектігін. Енді осы көмек берудің түрлеріне тоқтала кетсек. Көмектің бірнеше түрі бар. Негізгі көмек түрлерін сіздермен қарастыратын боламыз. Яғни ол физикалық ішінара екіге бөлінеді, яғни жартылай және толық болып.
Келесі көмектің бір түрі модельдеу, яғни еліктеу. Кейінгі бір түрі ол жестік нұсқау, мәтіндік көмек, сурет арқылы көмек және сөйлеу түріндегі көмектерді қарастыратын боламыз. Енді сіздермен физикалық көмек көрсету не үшін керек екенін қарастырайық. Физикалық көмектерді қай кезде қолдану керек деген сұраққа жауап берейік. Тыңдаушының реакциясын дамыту үшін керек. Яғни, егер бала физикалық көмекті қолданар алдында нұсқауларыңызға жауап бермесе, онда оқу барысында көмекке жүгіне отырып, жауап қайтаратынын бақылаймыз. Осы жерде байқалады баланың. Оқыту барысында ол әрекеттерге еліктеуге үйренеді. Ол ым-ишара тілін түсінеді. Сондай-ақ физикалық көмек өз-өзіне қызмет көрсетуге, өз-өзіне қызмет көрсету дағдыларын игеруге айтарлықтай көмектеседі. Физикалық көмек толық және жартылай болып екіге бөлінеді. Физикалық көмек көрсету. Оның ішінде толық физикалық көмек көрсету дегеніміз не? Толық физикалық көмек баланың іс-әрекетін мақсатты әрекетке бағыттау үшін толық физикалық көмекпен қамтамасыз ету. Яғни балаңызды құрастырғыш жинауға үйрететін болсаңыз, құрастырғыштың бір бөлігін баланың қолына беріп, сол бөлікті толық физикалық көмек көрсету арқылы екінші бөлшекке қосамыз. Толық физикалық көмек көрсету қалай жүретінін келесі бейнероликте тамашалайтын боласыздар. Мен сіздерге сілтемені чатқа жіберемін. Сілтемеден өтіп тамашаласаңыздар болады. Содан кейін талқылайтын боламыз. Сілтемемен жүріп өтіп, бейнероликті тамашаласаңыздар болады. Толық физикалық көмек көрсету қалай жүретінін. Құрметті тыңдаушылар, тамашалап болсаңыздар, біз сіздермен физикалық көмекті пайдаланған мысалды көрдік. Ересек осылай жаса деп нұсқау беріп, қолдарын шапалақтады. Бала бұл дағдыға ие болмағандықтан, ересек адам балаға физикалық көмек көрсетті. Бала қарсылықсыз қолдарын шапалақтады. Сосын ересек адам өте жақсы деп баланы мадақтады. Жартылай физикалық көмек көрсету дегеніміз не? Жартылай физикалық көмек көрсету тапсырманы орындау үшін ересек адам баланың шынтағын тапсырмаға бағыттап, оны орындауға жартылай көмек беруі. Мысалы, заттарды немесе суреттерді сұрыптаған кезде, баланың қолын өзіңіздің қолыңызбен толық физикалық түрде емес, дұрыс бағытқа қарай жартылай бұрасыз. Бұл жартылай физикалық көмек деп аталады. Физикалық көмектің түрлерін талқыладық сіздермен. Келесі көмек берудің түрі еліктеу. Яғни модельдеу немесе еліктеу деп аталады. Еліктеу дегеніміз не? Бұл ересек адамның бала көшіре отырып қайталау үшін әрекеттерді визуалды түрде демонстрациялау болып табылады. Яғни ересек адам қалай жасау керектігін көрсетеді, бала дәл солай қайталайды. Өзіңіз түсініп отырғандай, бала еліктей алу қабілетіне бұл жағдайда ие болуы қажет, ие болуы тиіс. Бұлар бала бойында реакцияны және өз-өзіне деген қызмет көрсету дағдыларын дамытуға едәуір септігін тигізеді. Енді сіздермен еліктеу арқылы көмек қалай берілетінін
жайында сіздерге видео роликтің сілтемесін жіберемін чатқа. Көріп тамашалаңыздар, соңынан талқылайтын боламыз. Тамашалап болсаңыздар, мысалы берілген ересек адам шапалақ соқ деп айтады да, өзі де алақанын соғып көрсетеді. Бала осы қимылды қайталайды. Соңынан ересек баланы мадақтайды, яғни жарайсың деп баланы мадақтайды. Бұл еліктеу арқылы көмектің берілу жолдары. Келесі, енді сіздермен жестік нұсқау арқылы көмек беруге келетін болсақ, ол қалай жүреді? Жестік көмек дегеніміз не дегенге жауап берейік. Жестік көмек бұл баладан жағымды жауап тудыруға әкелетін кез келген ым-ишара. Мысалы, ересек, сен немен су ішесің деп баладан сұрайды да, өзі стақанды нұсқап көрсетеді. Жестік нұсқау көмегіне саусақпен нұсқау, басын изеу, немесе бала ересектің көмегіне сүйене отырып, тапсырманы дұрыс орындай алатын кез келген қимылды жатқыза аламыз. Егер бала алшақ тұрған болса, алдымен баламен визуалды қатынастың орнағанына көз жеткізіп алуымыз керек. Содан соң ғана барып нұсқауды пайдаланатын боламыз. Құрметті қатысушылар, сіздерге жестік көмек беру қалай жүргізіледі жайында чатқа сіздерге сілтеме жіберемін. Сілтеме арқылы өтіп көрсеңіздер болады. Өздеріңіз көрген бейнероликте нұсқау көмегі қолданылды. Ересек үстел үстіне 3 көрнекілікті қойып, балаға алманы көрсет дейді. Бала тапсырманы орындауға қиналады. Осы сәтте ересек алманы көрсетіп, нұсқау көмегін қолданады. Алмаға нұсқап. Бала тапсырманы дұрыс орындайды, ересек оны мадақтайды. Көмек көрсетудің келесі түрі ол мәтіндік түрі. Бұл баланың тапсырманы сәтті орындауына арналған ақпарат мәтін түрінде беріледі, және ол жазба нұсқаулығы сияқты формада болады. Бұл үшін бала міндетті түрде оқи алуы шарт. Мәтіндік көмек бір жағынан эмоция тұрғысынан жұтаң болып көрінуі мүмкін. Бұл әдіс балаға сұрақ жауап бере білуге және әңгімелесуге баулуға өте ыңғайлы. Сіздерге мәтіндік көмек қалай берілетіні жайында бейнероликті сілтемемен жіберемін. Сілтемемен өтіп көрсеңіздер болады. Тамашалап болсаңыздар, әрі қарай жалғастырайық. Осылайша бейнероликте көргендей диалог жүргізуді,
сұраққа жауап беруді біз балаға үйрететін боламыз мәтіндік көмек беру арқылы. Бұл жерде өздеріңіз көргенде ересек атың кім деп сұрайды да, дәл осы сәтте ересек Айша деп жазылған қағазды нұсқайды. Бала Айша деп жауап береді. Ересек баланы мадақтайды. Келесі көмектің түрі сурет арқылы көмек беру. Сурет арқылы көмек беру дегеніміз не? Бұл сурет ретінде бейнеленіп берілетін дұрыс жауаптың графикалық түрі. Бұл үшін бала суретте көрсетілген қимылды атайды және оны орындайды. Бұл тәсіл келесі дағдыларды, яғни өзіне өзі қызмет көрсетуді дамытуды және сөйлеуді қалыптастыруда өте тиімді көмектің түрі. Суреттер шектен тыс көп болса, баланың зейіні шашыраңқы болуы мүмкін. Сол себептен баланың даму деңгейін ескерген абзал. Сурет арқылы көмек беруге қойылатын талаптар, яғни суреттер анық әрі сапалы болғаны дұрыс, және суреттегі көрнекіліктің саны баланың даму деңгейіне байланысты болуы қажет. Енді сіздерге сурет арқылы көмек қалай берілетіні жайында сілтеме жіберемін. Сілтеме арқылы өтіп, тамашаласаңыздар болады. Осы үзіндіні сіздермен енді талдай кетейік. Ересек баладан жемістерді ата деп сұрайды да, қажетті жемістердің суретін балаға көрсетеді. Бала сол суреттер арқылы дұрыс жауап береді, және ол үшін ол марапатталады. Яғни бұл жерде нұсқау беріледі жемістерді ата, бала суреттерді кезегімен алма, банан, апельсин деп бала жауап береді. Баланы тапсырманы дұрыс орындайды, соңынан ересек мадақтайды. Келесі көмек көрсетудің түрі ол сөйлеу арқылы көмек беру. Сөйлеу арқылы көмек беру бұл тапсырманың дұрыс жауабын ауызша айту. Яғни сөйлеу арқылы берілетін бұл көмектің екі түрі бар. Ол нұсқау көмегі және эхо көмек. Нұсқауды бала өз бетінше бір тапсырманы орындағанынша қолдана аласыз. Мысалы, көмек көрсетудің түрлі тәсілдерін комбинациялап қолдануға болатынын сіздерге айта кетейін. Ұйықтар алдында ойыншығын жинап, қолын жусын десеңіз, ойыншықты жина деп нұсқау көмегін пайдаланасыз ойыншыққа нұсқап, және қолыңды жу деп тікелей вербалды көмек бере аласыз балаға. Нұсқау берген соң, оның орындалғанын міндетті түрде қадағалаған жөн болады. Эхо көмек. Эхо көмек бұл дауыстап берілетін нұсқау болып табылады. Эхо көмек толық және бөлшектелген болуы мүмкін. Эхо көмекті балаға вербалды жауап табуға көмектесуге керек болған жағдайда ғана пайдаланған тиімді. Бұл тәсіл баланың оқу дағдысын дамытуда қолданылады. Яғни сұрай алу кезінде, заттарды атау кезінде және сөйлемдерді оқу кезінде. Енді сіздермен түсінікті болу үшін сіздерге сөйлеу арқылы көмек қалай берілетіні жайында сіздерге видео сілтеме жіберемін.
көрме арқылы өтіп тамашаласаңыздар болады. Құрметті тыңдаушылар, тамашалап болсаңыздар, сіздермен осы үзіндіні талдай кетейік. Ересек алманы көрсетіп баладан бұл не деп сұрайды. Бала білмегендіктен жауап қатпайды. Осы кезде ересек айт, алма деп эхо көмекті пайдаланады. Бала қайталайды, ересек дұрыс жауабы үшін баланы мадақтайды. Енді, құрметті тыңдаушылар, сіздермен көмек түрлерін қарастырдық, талдадық. Сіздермен тағы бір рет еске түсіріп өтейік. Яғни көмектің түрлері физикалық, ол өз ішінен толық және жартылай физикалық көмек болып бөлінеді. Көмек берудің келесі түрі еліктеу көмегі, жестік нұсқау арқылы көмек беру, мәтіндік көмек беру, сурет арқылы көмек беру және соңғы көмектің түрі ол сөйлеу арқылы көмек беру. Құрметті тыңдаушылар, көмекті бала берілген тапсырмаларды өз бетінше орындағанша ғана қолдану керектігін ұмытпаған жөн. Неліктен? Себебі көмек беру тәуелділікті тудыратын қасиетке ие. Қатесіз оқыту процесінде көмекті қолдану ережесін ұстану керектігін, яғни көптен азға қарай өту керек екендігін білуге тиіспіз. Мүмкін жаңа бір дағдыны үйретудің бастапқы кезінде көмекті көп қолданармыз, бірақ кейін дағдыны меңгере бастаған кезде бала бірте-бірте көмекті азайтқан жөн болады. Көмектің беру санын азайтқан дұрыс болады. Жаңа дағдыны үйрету кезінде көмекті бірден ұсынған дұрыс болады. Бұл жерде арасы 0 секунд. Яғни көмек жаңа дағдыны үйрене бастаған кезде балаға бірден тез арада берілген абзал. Құрметті тыңдаушылар, сіздерде бүгінгі вебинарымыздың жоспары бойынша, талданған тақырыптар бойынша сұрақтарыңыз болса, мен жауап беруге әзірмін. Сұрақтарыңызды чатқа жолдасаңыздар болады. Бүгін біз сіздермен қатесіз оқыту және қатесіз оқытуда қолданылатын көмектер түрін талқыладық. Яғни сол көмек берудің жолдарын қарастырдық. Көмек қай жерде, қай уақытта қалай берілгені дұрыс. Қай уақытта көмекті қолданған дұрыс. Қай уақытта берілгені дұрыс. Сол жайында талқыладық. Егер де сіздерге түсініксіз сұрақтар болып жатса, чатқа сұрақтарыңызды жолдаңыздар. Сіздердің сұрақтарыңызға жауап беруге дайынмын. Егер де кейін сұрақтарыңыз туындап жатса, техникалық ақауларға байланысты сұрақтарыңызды чатқа жібере алмай жатсаңыздар, экранда көрсетілген менің электронды поштама жолдасаңыздар болады. Мен сіздерге поштама келіп түскен сұрақтарға міндетті түрде жауап беремін. Яғни бүгінгі сіздермен талқылаған көмек қатесіз оқытуда көмектің түрлері қай уақытта дұрыс қолданған жөн. Яғни, құрметті тыңдаушылар, көмекті бала берілген тапсырмаларды өз бетінше орындағанша ғана қолдану керек көмекті. Себебі көмек беру
балада тәуелділікті тудырады. Сіздермен тағы қайта еске түсіре кетейін, бүгінгі балаға қатесіз оқытуда берілетін көмектің түрлері ол физикалық, ол өз ішінара екіге бөлінеді. Толық және жартылай физикалық көмек, және жестік нұсқау арқылы берілетін көмек, сурет арқылы берілетін көмек, еліктеу арқылы берілетін көмек, мәтіндік және сөйлеу арқылы берілетін көмектер. Сұрақтарыңыз болса, чатқа жіберіңіздер. Сіздердің сұрақтарыңызды әлі де күтудемін. Экранда көрсетілген менің электронды поштамды сақтап алсаңыздар болады. Олай болса, құрметті тыңдаушылар, қорыта келгенде біз сізге қатесіз оқыту не береді бізге? Бұл әдіс балаға сәттілік жағдайын туғызады, дағдысын дамытуға жәрдемдеседі. Осы аталған әдісті қолдану оқыту кезінде балада жағымсыз эмоцияның болмауына ықпал жасайды. Құрметті тыңдаушылар, қатесіз оқыту кезінде берілетін көмектер жайында берілген ақпарат сіздерге өте тиімді болды деп сенемін. Келесі аботерапия тақырыбы аясында берілетін вебинарымызға аңдатпа сіздерге. Келесі вебинарымыздың тақырыбы аутистік спектрінің бұзылысы бар баланы ынталандыру түрлері. Құрметті қатысушылар, құрметті тыңдаушылар, бүгінгі вебинарымызға қатысқандарыңызға көптен көп рахмет. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі вебинарда жүздескенше қош сау болыңыздар.